Баршаларыңызға сәлем, сіздермен бірге Ақбота. Қазір осындай түрлі түсті шарикті салатты сіздермен бірге дайындайтын боламыз. Біздің салатымызға қажетті заттар: піскен жұмыртқа, картошка, тауық еті, сыр, салат жапырағы және сәбіз бен қызылша қажет. Ол орауға кейін және грек жаңғағы. Біз осылай езіп аламыз оқтаумен, және осы барлық піскен заттарымызды біз үккіштен өткізетін боламыз. Барлығын бірге. Мен бұл жерде бір ғана тарелкаға жасағаннан кейін салаттың құрамындағы заттар бұл жерде аз болып тұр. Ал сіздер егер мол қылып жасайтын болсаңыздар, кішкене қосасыздар. Біздің суда піскен тауығымызды жіңішке етіп турасаңыздар болады, немесе қолмен үзіп жіберсеңіздер де болады. Мінекей барлығын салдық. Енді майонезбен араластырып, кішкене шымшым тұз салатын боламыз. Жақсылап араластыратын боламыз. Араласқанда бізде осындай қоймалжың, осындай салатымыз пайда болады. Қазір енді біз тарелкамызға әрлеу үшін, яғни салат жапырақтарын пайдаланатын боламыз. Және қолымызбен алып, осылай дөңгелек шариктер жасаймыз. Және сол шариктерді біз алдын ала грецкий жаңғағымызды, грек жаңғағын езіп алған болатынбыз оқтаумен. Соны сіздер аунатасыздар. Дәл осылай аунатып, жан-жағына сеуіп, өзі жабысып қалады аунатқан кезде. Неге осылай салат жапырағының үстіне қоя бересіздер. Міне біз үшеуі дайындап шықтық. Енді қарасаңыздар, тағы да біз шарик дайындап, келесі біз піскен морковымызды үккіштен өткізгенбіз. Соған осылай айналдырып шарик жасайтын боламыз. Неге ол да өзі айналдырып жабыстыратын болсаңыздар, жабысады. Неге үшеуі дайындадық. Енді бізде қызылшаға орайтын боламыз. Тағы да осылай қолымызбен шарик алып, дөңгелектеп, формасын шығарып, келесі бізде осылай қызылшаға орайтын боламыз. Мінекей біздің шариктарымыз осындай қызыл болып шықты. Өте әдемі түс береді. Үшеуі бір-бірімен үйлескен кезде. Міне біздің салатымыз дайын болды. Үйде жасап көріңіздер. Қонақ шақырсаңыздар, осылай ерекше салатпен қуантыңыздар. Сіздермен бірге болған Ақбота, менің YouTube каналыма тіркеліп, менімен алда бірге болыңыздар.